Қазақтың тәрбиесі керемет қой негізі. Бұрын аталарымыз тәрбиені керемет берген ғой балаға. Олар жаңағы не дейді? Аз сөйлеп, көп нәрсені ісімен көрсеткен. Бізде қазір көп сөйлейміз да, іс аз ғой бізде. Содан кетіп жатыр қой жігіттер. Біз сөйлеуіміз көп қазір. Бәдігіміз сапырайып отыра береміз. Бірақ істе деген кезде істемейміз да. Әйтпесем қазақтардың баяғы бұрынғы қазақ аталарымыздың тарихтарын оқысаңыз бар ғой, тәрбие үшін жетеді негізі. Қараңыз. Бұрындары мына өзіміздің неміз да, өзімізде әйелдер келін өзінің енесінің алдында отырып ше, балдарын қатты еркелетіп, кәдімгідей өзінің баласын тығылып еркелететін болған ғой жігіттер. Апаларыңыздан сұраңыздар, бар нәрсе. Енесі атасының алдында отырып, анау ой деп ше, жаңа өзінің баласын еркелете алмайтын болған. Кәдімгі еркелететін болса ше, ей, тура бір өзің туғандай. Не дейді анау? Тек сен туып ал деген сияқты ұрсып беретін болған енді. Еш уақытта неге десе ше, ана бала сол нәрсені көріп өскен бала бар ғой, ата-ананың құрметі дегенді. Мұны өзінің ата-анасына қандай қызмет қылып жатқанын көріп өседі екен ғой. Неге? Енді ана немерелер атасына жақын болып өседі ғой. Менің балам. Сіздің балаңыз деп өздері айтатын болған. Сіздің балаңыз ғой мынау деп ше. Неге? Сөйтіп сіздің балаңыз ғой деп соған беріп қоятын болған. Ол ата кемпір мен шал қарап отыратын болған. Бұл ата-ана өзінің жұмысын істеп отыратын болған да. Енді қараңыз, не ұтасың десе, ана ата мен апа мына немереге зор тәрбие береді екен ғой. Бұрын, мысал үшін, осы нәрсені де бізге дұрыстау керек. Бұрын ер адам мен әйелі ата-анасының алдында отырып, бірін-бірімен жымың-жымың етіп ойнамайды екен да, қорқады екен ғой кәдімгідей. Әкесі ұрсып береді екен да, ей, не істеп отырсың сен деп ше. Біреудің алдында отырып әйел, бұл әйелдің жек көргеннен емес қой, орны бар деген нәрсе ғой, әр нәрсенің орны бар. Қазір анау үшін дастархан басында отырып екеуі бір-бірін құшақтай салады деген сияқты, не болмаса көшеде құшақтасып жүре береді. Бұл бізден жаңағы не дейді, кішкене мынау ұялу деген нәрсенің азайып бара жатқан нәрсесі ше. Керек десең, өзінің адал әйелімен көшеде құшақтасып жүруге ұялған ғой біздің баяғыда заманда аталарымыз. Өзінің ата-анасының алдында. Қазір көшеде құшақтасып жүре беретін болып қалды да. Неге? Біз басқа жаққа еліктеп жатырмыз ғой. Басқа жаққа еліктеп жатырмыз. Сол ата-аналарымыздың тарихтарын оқу керек. Бізге көбірек Абай атамыздың қара сөздерін оқысаңыз ше. Масқара. Қазір шынымен айтайын, қазір көп адамдар бар ғой, Абай атамыздың 45 сөзін оқып ше, кәдімгі қазақша оқып отыра бересің, біз түсінбейміз оны. Бізге түсіндіріп беретін адамдар болмаса біз түсінбейміз. Неге? Біз уже біліміміз төмен. Оларды сол кезде дамымаған адам деген дейді ғой қазір енді. Жоқ, солардың жазып кеткен кітаптарын кез келгеніңіз оқып көріңіздер. Бір қара сөзін алыңыз да оқыңыз, кәдімгі не айтып жатыр мынау деп түсінбейсің. Саған анау білімі бар біреу, бұл мынаны айтып жатыр деп түсіндіріп бермесе ше.